Адамнан қорқынышты жыртқыш жоқ. Бұл сөз тіркестері қаншама ғасырлар бойы көптеген ұрпақтар арасында айтылып, расталып келді. Ал шынтуайтына келгенде, шынымен адам өзіне бағытталған жабайы табиғатқа қаншалықты қарсы тұра алады? Панарлық адамжегіс леопардтың оқиғасы 200 жыл уақыт өтсе де, әлі күнге дейін бүкіл әлемді естіген сайын шошытатыны анық. Бұл оқиға жабайы табиғаттың күшін құрметтеуді, жыртқышқа қарсы тұру алдында өз мүмкіндіктерің мен күшіңді таразыға салуды үйретеді. Панарлық леопард жайлы ақпараттар аз. Оған бірнеше себеп бар. Бірінші ол уақыт. Жыртқыш Үндістанның Алмара атты қаласын дүр сілкіндіріп, уысында ұстаған. Нақты өз аңшылықтарын қашан бастағаны белгісіз. Бірақ танымал аңшы Джим Корбет леопард жайлы 1907 жылы естиді. Толық картинаны көруге кедергі келтіретін тағы бір себеп леопард аңшылық жасаған аймақтар. Алмара джунглилерге шашылған бірнеше ауылдардан тұратын аудан болатын. Мысалы, жұмыс жасап жүрген кезінде Корбет жүргізген күнделігінде жыртқыштың қатыгездігімен бетпе-бет келген ерлі-зайыптылар жайлы жазбалар кездеседі. Үйге жақындап келгенде Корбеттің алдынан 22 жасар жігіт шығады. Аңшы жігіттің өзінің ұстауына қарай бір сұмдықтың болғанын сезе қойды. Барлығы аңшы ойлағандай болды. Жас үндіс әйелмен жалғыз бөлмесінің есігін ашып жатқанда леопард адамжегіс кіріп келеді. Ол әйелдің мойнына жабысып сыртқа алып шықпақ болған. Алайда күйеу әйелін тартып алып есікті жауып үлгерді. Жігіт есікті тас шапқанымен түні бойы қорқып қиналып шығады. Ал әйелі алынған жарақаттардың ауырсынуынан жерден ыңырсып жатты. Леопард түні бойы олжасын алып кетуге әрекет жасаған. Бұл тек жыртқышпен кездескен жүздеген адамдардың оқиғаларының бірі ғана. Сол түні Корбет жас жұбайлардың үйінде түнеп қалады. Жақын маңдағы ауылға барып көмек сұраудың да мағынасы жоқ еді. Себебі әйел өлім аузында жатты. Жыртқыш шабуыл жасағанда әйелдің мойнында тырнақтардың ізін ғана емес, терең жараларды да қалдырған. Қоса алғанда аптап ыстық пен шыбындар жағдайды ауырлатып жіберді. Бірнеше сағат ішінде қанға бактериялар түсті. Енді бұл процесті бірде-бір дәрігер тоқтата алмайтын. Корбет күнделігінде көптеген жылдардағы тәжірибесіне қарамастан, бұл түнді ең қорқынышты түн деп сипаттады. Аңшы үй иесі мына бұталардың арасында деп көрсеткен жағына қарама-қарсы отырып, түні бойы күткенімен леопард келмеді. Джим әрі қарай мұнда қалғысы келмеді. Ендігі леопард адамжегіс кетіп қалғаны анық. Аңшы 12 км қашықтықта орналасқан олар түнеу керек болған алқапқа қайтуды шешті. Бірақ Корбет жолдастарын ерте кездестірді. Кешігіп кеткен соң оны іздеуге шығыпты. Корбет капитан Стивке хат жазып әйелге көмек сұрады. Бірақ оған енді дәрігерлердің көмегі қажет емес болатын. Әйел леопардтың көптеген құрбандарын қатарын толтырды. Хат тасушымен кездескен Корбет құнды мәлімет білді. Леопардты Девадахур ғибадатханасының жанында көріпті. Аңшы мен тобы жолға шықты. Джим дін қызметкермен кездесіп, леопард мұнда жасырылуы мүмкін бе деп сұрайды. Бұл жерге келмес бұрын аңшы Неаполда ұрғашы жолбарыс адамжегістен құтылуға шақырылған. Сол жерде бір мистикалық оқиғалар орын алып, жолбарыс ғибадатханада тығылып қалған болатын. Бірақ бұл жолы дін қызметкері бұлай болуы мүмкін еместігін айтып ағынан жарылады. Қоса алғанда жүздеген адамдардың түбіне жеткен бұл оңбаған жыртқышты тезірек ұстаулар үшін дұғада болатынын айтты. Аңшылық Джим Корбеттің негізгі жұмысы емес, хобби болған. Негізгі жұмысы бойынша пойыздарға жүктелген әртүрлі жүктердің уақытылы және жоспарланған жерге жетуін қадағалайтын. Бір өкініштісі осы кезде Алмараның жалғыз құтқарушысын жұмысына шақыртып, Корбет бәрін тастап кетуге мәжбүр болды. Жұмыс жасап жүріп те Джим леопардты жою жоспарын әрі қарай пісіріп жүрді. Бірінші болып қолда бар мәліметті қолданып аңшы жыртқыштың бейнесін жасады. Ешбір жергілікті тұрғын леопардты сипаттап бере алмады. Жыртқыш көбінесе түнде шабуыл жасағандықтан, қорққаннан кейін ешкімнің есінде ештеңе қалмаған. Жиналған ақпараттар бойынша жыртқыш жас емес аталық леопард екені анықталды. Тәжірибесі мол. Қу, орман ішінде және адам қоныстанған жерлерде де өзін еркін ұстайтын. Әр шабуыл сайын жыртқыш білгенін жасай бастады. Алдын қармағына тек орман ішіне терең кіріп кеткен адамдар ғана түссе, қазір барған сайын ауылға жақындап келе жатты. Үйге де кіре бастады. Нәтижесінде жоғарыда айтылған Корбеттің таныстарының да түбіне жетті. Джим барлық ақпаратты дұрыс пайдаланды, бірақ бір болжамнан қателесті. Аңшы леопардтың адамдарға шабуыл жасауына 19 ғасырда Индияда жаппай таралып, халықты қырып жатқан тырсақ эпидемиясынан деп санады. Аурудан қаза болған адамдардың денесі әлсіреген халық жыртқыштың агрессиясына себеп деген тұжырымға келді. Бұл нұсқаның негізі дұрыс еместігін Джим соңынан түсінеді. Және біз де міндетті түрде бұл жайлы сөйлесетін боламыз. Аңшы кәсіби жұмыстарымен айналысып жатқан кезде Алмарадағы сұмдықты жалғасып жатты. Шабуылдар көбейіп, адамжегіс леопард барған сайын ақылды әрі батыл бола берді. Корбет ауданынан 1910 жылдың сәуір айында кетті. Ал жыртқышты аулауға тек қыркүйекте ғана қолы босады. Бұл уақыт ішінде құрбандар саны өсті. Бірақ бұл жайлы билік толыққанды мәлімет берген жоқ. Панарлық леопард 8 жылдан соң
Рудрепряг ауданына шабуыл жасайтын әріптесіне қарағанда танымал болмады. Өз күнделіктерінде Джим Корбет мұны ашып түсіндіріп, тұрған жерлеріне байланысты екенін жазды. Рудрепрягтік леопардтың құрбандары аз болды. Жыртқыштың құрбандары тек соқпақтармен жүретін адамдар еді. Жолдағы құрбандар шу шығарған соң билік панарлық леопардқа қарағанда репутацияларын құртпау үшін рудрепрягтік жыртқышқа тез назар аударды. Ал панарлық досымыздың құрбандары шалғайда орналасқан тек кедейлер болды. Алмараға қайтып оралған Джим Корбет леопардтың соңына түсіп түбіне жетуді көздеді. 10 қыркүйек күні аңшы және тобы 45 км аумақты қамтитын аңшылыққа шығады. Бірінші оларға ауа райы кедергі жасады. Жолға шыға берісімен жаңбыр тоқтамай құйып, тапсырманы орындауға мүмкіндік жасамады. Топ бірінші қоныстанған ауылға жеткенде тоқтап тамақтанып, киімдерін кептіріп демалып алуға мәжбүр болды. Мейірімді жергілікті тұрғындар қонақтарға баспана берді. Мұнда олар жас тас қалаушы Панваны кездестірді. Ер адам бірнеше ай бойы орман ішінде жалғыз жүруден қорқып, отбасын көрмеген. Панар алқабына аман жету үшін Корбетке өзін бірге алып кетуді өтінді. Корбет қуана келісе кетті. Себебі Панва осы жерде туып өскен еді. Ең ыңғайлы әрі тез қозғалатын жолдарды білетін. Ер адамдар леопардтың қайда екенін білу үшін жақын маңдағы ауылдарды соғып, бірнеше күн жоғалтып алды. Бірінші ақпарат тек 4 күн өте пайда болды. Кездескен ауылдардың әкімдерінің бірі көрші ауылға шабуыл жасалған жайлы естіп қалыпты. Мұнда тағы бір мәселе пайда болды. 16 жасар қыз жерленген Санаули ауылы Панган өзенінің арғы жағында орналасқан еді. Естеріңізде болса бірнеше күн жаңбыр жауды. Нәтижесінде өзеннің суы толысып арғы бетке өту қиындады. Корбет бір күн осы ауылда қалып, ертең өзенді кесіп өтуге амал табатын болып шешті. Қосалғанда ауыл әкімі аңшыларға бұл істе көмектесетін жол көрсетуші қосатынын айтты. Қонақтарды ауылдағы бос үйлердің біріне жатқызды. Ал таңертең Корбет бұл іс үшін қатты өкінді. Қонақтарды ұйқысынан алапес ауруымен ауыратын қарт оятты. Джим Үндістанға келгелі бері бірінші рет ауруымен кездесті. Әкім де ауылдағы тұрғындар да ауру адамның үйінде түнеп жатқандарын айтпаған. Джим қартты қайтарып жіберіп, тамақтанып болған соң ауыл маңындағы сахрамаға барып киімдерін жуып тастап жайып, өзде суға түсіп сабынмен 2 сағат бойы жуынды. Қайтып келген соң шошынған топ әрине ауылдан тез шығып кетті. Әкім ақымақтығына қарамастан өзінен өткізуі керек болған адамды қосып жіберді. Джим жолсерікті орта бойлы, көп сөйлемейді деп жазған. Ол жүретін жолдардың барлығын айтып, жеңіл өтеді деген. Бірақ бірнеше сағат өте барлығы керісінше болды. Кейде айта салды немесе алдады. Топ қиыршық тастар шашылған төбеге шығуы керек еді. Күннің ыстығы, қоршаған өсімдіктер және өрмекші торларының арқасында топ тез шашады. Әсіресе жанұясына деп алған сыйлықтары мен ауыр пальтосы бар Панва көбірек шағымданды. Бір кезде тіпті жолсерік пен Панва арасында ұрыстар орын алды. Панва жолсерікті айналып өтуге болатын жолға кіргізгендікте айыптап, жүгінің жартысын алуды талап етті. Түстен соң топ өзенге шықты. Корбетке жолсерік алып келген өзеннің бұл жері ұнамады. Бұл жер тым терең әрі судың жылдамдығы да жоғары еді. Бірақ жол көрсетуші өз дегенінен қайтпады. Жолаушыларға бұл ең өтуге ыңғайлы жер деп қоймады. Джим әрі қарай уақыт жоғалтқысы келмеді. Жолаушылар бір-бірінің қолынан ұстап арғы бетке өтуді бастады. Су Панва мен Корбеттің беліне келсе, бойы кішкентай жол көрсетушінің кеудесіне жетті. Соған қарамастан жолсерік қол ұстасып жүруден бас тартты. Нәтижесінде аяғы тайған жол көрсетушіні су ағызып алып кетті. Оны Панва құтқарып алды. Алайда осы жерден әрі қарай әркім өз жолымен кетті. Панваның ауылы жақын жерде еді. Жолсерікті ол өзімен бірге алып кетті. Корбет және адамдар жағалауда демалып, таңертең жолды жалғастыруды шешті. Келесі күн аңшылар ешқандай ақпарат естімеді, қимыл көрмеді. Тек леопардтың соңғы пайда болған Санаули ауылына қарай жолдарын жалғастырды. Түнде лагерді ашық жерге құруға тура келді. Джим мұндай қауіпті бірінші рет сезінгенін айтты. Олар адам жегішінің жерлерінің қақ ортасында отыр еді. Жыртқыш кез келген сәтте оларға шабуыл жасалуы мүмкін. Санаули ауылы тек келесі күні түсте көріне бастады. Өздерін құбыжықтан құтқаруға келген аңшыларды жұрт қуана қарсы алды. Келе салысымен Корбет іске кірісіп, жергілікті тұрғындардан ақпарат жинап, леопард тамыз бен қыркүйек арасында осы ауыл мен көрші ауылдардан 4 адамды жер жастандырып үлгергенін анықтады. Барлық тұрғындар адам жегіш құрбандарын жақын маңдағы бұталарға алып кеткенін айтқан. Жыртқыш әлі де сонда болуы мүмкін еді. Себебі соңғы шабуыл жақында 6 күн алдын орын алған. Джим жыртқышты алдап тұзаққа түсіруді шешті. Және назарын аудару үшін ауылдан 2 қозы сатып алды. Бірінші біреуін Джим тұрғындар көрсеткен бұталар арасына байлады. Бірақ бірден күтпеді. Жыртқыш осы маңда жүрген-жүрмегенін тексеріп алуды жөн санады. Қоса алғанда қозының қасында қалуда тиімді емес тұғын. Ауыл алыс. Ал аспан бұлттасып жаңбыр жауғалы жатты. Екінші қозыны ауыл маңына байлады. Джим бұдан ештеңе күткен жоқ. Бірақ жыртқыш ауылда келі деген күннің өзінде де қозы адам етіне назарын аударады деп ойлады. Таңертең аймақты бақылаған Корбет леопардтың шынымен келгенін анықтады. Ауыл маңындағы қозы жоғалып кеткен. Жаңбырдан соң олардың іздері де жоғалған. Бірақ жергілікті тұрғындар шатаспаған. Олжасын тек көрсетілген бұталар арасына ғана алып кете алатын.
Бір күн айналаны зерттеп жоспар дайындауға кетті. Корбет жыртқышты ашық жерге алып шығып өлтіру ұсынысынан лезде бас тартты. Себебі бұл алып келушілер үшін қауіпті болады. Бар тәуекелін Джим тұзаққа тікті. Алайда жоспарды тағы бір күн кейінге қалдыруға тура келді. Корбет маляриямен ауырып қалды. Джим келесі күні кешке дейін төсек тартып жатты. Әр қозғалысы жатқан минут сайын қауіп өсе берді. Біраз демалған соң Джим орнынан тұрып бастаған ісін соңына дейін жеткізуге бекінді. Корбет тұзақты аймақтағы жалғыз емен маңына құрды. Қозыны еменнен 30 метр арақашықтыққа байлады. Кешке жақын барлық дайындық соңына жетті. Ескертушілердің рөлін құстар алды. Аңшы олардың шошып ұшқандарына қарай леопардтың қайдан пайда болғанын анықтай алатын. Түн ортасына адам жегіш келді. Бірақ оны жердегі қозы емес, ағашта отырған Корбет қызықтырды. Аңшы ағашқа біреу міне алмай жатқандығын естіді. Осы сәтте Джим ағашқа жыртқыш шыға алмасын деп еменді қамыспен орап тастаған тұрғындарға іштей рахметін айтты. Бір кезде ағашқа шыға алмаған леопард қозыға қайта барды. Джим осы сәтті пайдаланып емен үстінен оқ атты. Жыртқыштың ащы даусы шығып барлығы тынышталып қалды. Біраз өте көмекшілер мен ауыл тұрғындары алаулармен келіп Корбетке ағаштан түсуге көмектесті. Аңшы жыртқышқа не болғанын білмейтін. Сондықтан іздеу жұмыстарын таңертең жалғастыруды шешті. Бірақ тұрғындар адам жегіштің өлгеніне сенімді болып, қазір аймақты қарап шығуға көндірді. Іздеу жұмыстары барысында бұталар арасына леопард тірі шыға келді. Біраз алдын Корбетті қоймай іздеуге көндірген адамдар қолындағы алауларын тастап қаша жөнеледі. Түскен оқтардың жарығының арқасында Джим тағы да бір оқ атып үлгерді. Кейіннен қашып кеткен көмекшілер келгенде, оларды қамыс арасында іздеу жұмыстарына жібереді. Вот ты где, старина. Адам жегіш леопардтың денесі ауылға жеткізілді. Енді Санаулы ауылы және басқа да Альмара ауылдары тыныш ұйықтайтын. Ал леопардтың адамның қанына құмарлығына келер болса, Корбет жыртқысын денесін зерттеп жатып, жағына келген зақымды көрді. Шамасы жануар жас кезінде браконьерлердің қолына түсіп, жазым болған. Келтірілген зақымның кесірінен ол басқа жылдам жануарларды аулай алмаған. Үндістандағы аурудың арқасында әлсіз жемтікті тауып алып, адамдарға шапқан көрінеді. Панарлық леопард 5 жыл бойы Альмара аудандарын қорқынышта ұстады. 400-дей адам құрбан болды. Ал алынған жарақаттар мен жыртқышпен кездесуден кейінгі психикалық қысымнан қанша адам қаза тапқанын бізге әлі күнге дейін белгісіз және белгісіз болып қалмақ. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін қарағаныңыз үшін міндетті түрде рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып